Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге сөлді тауық аяқтарын қалай пісіретінімді көрсеткім келеді. Алдымен арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және сұрақтарыңыз бар болса комментарийге жазыңыздар. Алдымен бізге тауық аяқтары қажет болады. Мен оны жуып алдым. Және көкөністерден бізге картоп, сарымсақ, пияз және сәбіз. Осындай пышақпен тураймын. Дәмдеуіштерден тұз, қара және қызыл бұрыш, куркума және паприка. Көкөністерді тура біткенше біздің дәмдеуіштеріміз тауық аяқтарына сіңе берсін. Міне біздің етіміз дайын болды. Өте нәзік және жұп-жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кешкі асқа өте ыңғайлы.